Армысыздар, құрметті ұстаздар. Бүгін мен сіздерге қазына ойнау ойынын жұппен ойнауды көрсетейін. Ол үшін осындай шағын карточкалар дайындап алдым. Бұнда да яғни суреттер бар, әртүрлі тапсырмалар бар. Оны ойын барысында көресіздер. Көріп отырғандарыңыздай, мына жерде шар деген сөз жазылып тұр. Екі оқушы бірлесе отырып, осы сөзді оқиды. Шар сөзін оқығаннан кейін шардың суретін алады. Шар суретінде міне бізде маса деп жазылып тұр. Демек, келесі жол бізде масада. Масада сағат деген сөз жазылып тұр. Сағат сөзін бірлесе отырып оқып, қазынаға апарар келесі жолға өтеді. Сағат суретінде қима әріптер берілген. Оқушылар осы қима әріптерден сөз құрауы керек. Сөзді дұрыс құраған жағдайда қазынаға жол табады. Мысық сөзі жасырылған. Келесі жол мысық суретінде. Қазына табылды. Осылай оқушылар қазынаға қол жеткізеді. Ойынның басқа түрін көргіңіз келсе, каналыма жазылып лайк басыңыз.